Потому что рекламада он реально меня взбесил. Наоборот, чтобы поддержать, бүйтіп отыр, сен өтірік не біресе миым чырт шынайды там бар ғой. Наоборот, ондай кезде поддержка беру керек қой. Оразан алдындағы 2 апта бұрынғы видеоны салып тұр оған. Аллата одан сайын Маликасы бар, еще одан сайын кеп үстімен давить етіп жатыр. Вы поймите меня тоже. Дұрыс айтасыз, мен ешкіммен жұп болған жоқпын, шалава чайка болатындай. Ешкіммен жұп болған жоқпын, жай ғана таныстым, жүрегім дыз етпесе де үміткерлер келген. Мен бек жалпы жаман бала деп жатқан жоқ, мен кеше де айттым, қойып жатырсыздар, жүрегімді ашқан жоқпын әлі дегісі, ашылмады жүрек деп. Бекішке жалпы таң атқалы бері звондадым мен. Өзі алмай жатыр, менің кінәм бар енді. Махаббатқа тез келіп, тез кетеді деп айтып жатырсыздар ма? Жалпы махаббат емес ол достар. Махаббат теңден болып, сегізар деп кетсін. Бекіш үндемеді ма мен прямойға кіргенде? Мен прямойға сборға кіресам болды, өзім прямойына кіріп алады емес па? Адамдан бәрін өзіне тартып мияқы сбор болып жатса. Мен ол жалпы ол ақшаны өзіме неткен жоқпын. Өзіме жұмсап жатқан жоқпын, жалпы 1 тиын да 5 теңге де алған жоқпын ол жаңағы сборлардан. Ешкім оны жамандап жатқан жоқ. Успокойтесь, жақсы бала деп жатырмын. Жалпы эфирда да айтып жатырмын, сезімім ашылған жоқ әлі деген сияқты. Алдындағы қоғанаппен болған ситуацияда да алдамшы бір сезімге алданып қалдым да, эфирға шақырдым, аяғы не болды. Сол үшін мен көп ауыр үлкен сөздер айтқым келіп тұрған жоқ, понимаете, мен де түсініңіздерші. Бекіштен жалпы мен звондадым кеше түнде, кешірім сұрадым, азанда да жаздым, звондадым 3 рет па 4 рет па қанша рет, Нұрланға да звондадым. Сөйлеспейді, мен не істеймін енді. Жобаны шықшы отыратын жөнім жоқ деп бопты. Яқшы. Ішінде Мансура кешірім сұрадым, құрсын, аяғына барып жалынайын ба, не істейін айтыңыздаршы. Жектерге жалынба деді. Жалынбаймын. Басыма тиді уже жалынып. Маликанда Бекіш, мен аяғыма жалынбаймын. Ешкімнің аяғына жығылмаймын да, жалынбаймын да ешкімге. Жалын дейтіндей, Бекіш авария болды. Кім айтты, қай жақтан ақпарат келді? Жалпы мен Нұрланға звондағанда Нұрлан үйде ұйықтап жатыр деп айтқан еді маған. Тәтті дәрілерін тағы да не істейін? Мен қыз басымен нетім кеп тұрам жоқ. Намыс қайда деп айтасыздар ол маған, сен намысың жоқ деп айтасыздар. Мен не үшін барып кетуім керек? Жалпы нажал ставить ететін адамдарды ұнатпаймын мен, шыны керек. Бекіш үйде жоқ деп написал. Можно он сам писал бы откуда-нибудь. Блин, почему из меня такая плохая актриса, скажите? Если я была бы хорошей актрисой, менде бәрі жақсы болар еді. Я была бы самой идеальной, самой жаңағы невинной пушинкой была бы. Лучше бы маску одевала бы, честно. Солай қыласыз. Алла тағаланың көз түзі болсыншы. Ештеме деймін.
алла тағалам көзді үзбесін.